Өмір бітпейді, біреуін сөзсең, біреуі шығады әйтеуір. Осы үйдің байы да қатыны да мен осы. Мына памперс дегенде бәле болды осы. Бәле болды осы памперс. Баяғыда бесік рахат еді осы ата бабамыз. Мына памперс деген шықты қазір, қағаз. Бұның удай қымбат. Бұл енді памперстің бірақ бір жақсы жері бұның ағайын туысқаны көп бұның енді. Тампекс деген туған әпкесі бар. Ол біз скрылышкам деген ұшқыштары бар. Бәрі сол бір микрорайонда бір профессияда қызмет атқарады әйтеуір. Профессияларды жақсы, қызметтерді жақсы әйтеуір бір. Ойбай, келе жатыр ана ойбай. Кеп қалды. Не болды? Қораз қарамай қалған тауық сияқты сүмірейіп. Не болды сонша? Бағана айтқаның бәрін істедің ба? Ыдыс-аяқтың бәрін жуып қойдың ба? Кір-қолаңның бәрін жудың ба? Кірдің бәрін жуып. Ана памперс алып келдің ба? Иә, қазір мен тағы да бір жаққа кетемін, ана туған күнге. Соған баруым керек. Жоқ, кірдің бәрін жуып, анау тарелкалардың бәрін тай чистота деп сондай порошокпен жуып қойдың бәрін өлтіріп. Ой, албасты ол. Кір жуатын ғой, тайт деген порошок қой. Жоқ, тайтпен не памперсті жуып қойдым. Памперсті жуып. Сен памперс алып келген жоқсың ба? Мына түнде киген памперсін жақсылап жуып, кептіріп, сығып, үтіктеп, новый қылып қойдым қайттан. Ой, албасты, қанымды қарайтады осы. Сен ана баланы ауру қыласың бір күн өстіп жүріп. Немене? Мынаны бір ақ рет киеді ғой албасты, сен бір ай киіп жүрсің, баланы бұтын қыздарып жібердің. Өзің ки оны өткенше. Сыймайды ғой маған. Басыңа киіп алшы, басыңа ки. Жаңа жылға снегурочка боласың албасты. Адам осы ғой. Құдай осы Алла байға жаратпады ғой. Елдің байы бай, менің байым балшық. Баяғыда осы ажырасам точка дегенде ажырасып кету керек еді. Енді ол өзің. Осы балалардың бәрі кімге тартқан белгісі, осы саған тартпай қойсыншы, осы Алла тағаладан бірдеңе жалын сұраймын осы. Алла тағала аузында сөз үстінен бөз түскен албасты. Алла тағаладан мен де жалынып сұрайыншы. Неменен сұрайсың? Балам саған да тартпай қойсын деп. Сонда кімге тартады? Саған тартпаған, саған тартпай қойсын, наоборот маған тартсын. Кішкене ет тірілеу болады. Жоқ, ол саған да маған да тартпай қойсын. Қазақпыз, ырымшыл халықпыз ғой, енді ырымда бір үлкен азаматтарға барып, бір депутатқа ма, әкімге ма аузына түкіртейік баламыздың ырымдап. Соған тартады баламыз, депутат болады, әкім болады, кейін біз сияқты болмайды. Ойбай, айтпақ сондай бізде қазақтарым бар екен ғой. Ырым бар ғой, қазақтың ырымы ғой өзі сондай. Бұрыннан келе жатқан. Менің ойыма сол қалай келмеген, сенің өзің басың істемесе де анда-санда өсіп істеп қалатындар. Бетек дұрыс айтасың. Мынау көрші қолаң жайықта бір көршілердің біреуіне түкіртіп алып, артын бір той жасай жібересің, ай. Жоқ, бағана сол көршілерге түкірткен дұрыс қой, бірақ одан да көршіні не қыламыз, одан да құласаң нардан құла дейді, анау Америкаға барып, Билл Клинтонға түкіртейік. Әлемді аузына қаратқан баламыз президент болса ертең қандай керемет. Президенттің әке-шешесі болып екеуміз қағып отырамыз. Ой, албасты, қай ақшаңа бармақшын Америкаға? Енді табамыз ғой енді өйтіп. Клинтонмен шай ішіп жүрген адам сияқты сөйлесің ғой тегі. Сол Клинтонды айтпашы маған осы. Қаным қарайды сол Клинтонды айтсаң. Немен телевизор қарамайсың ба, газет оқымайсың ба? Клинтондегі нағыз барып тұрған ұятсыз. Жүргіш. Ата-ананың тәрбиесі көрмеген. Ана Моника деген жап-жас қызды көрмейсің ба не істеген? Абыройын айрандай төгіп, ала жіптен аттаттырып жіберді албасты. Осы Мониканы ойласам, осы ертең күйеуге шыққанда ол күйеуге не деп айтады соны? Жылағым келеді осы Мониканы ойласам. Сол ертең клиникаға тартып баламыз біреудің қыздарын зорлап осы түрмеден көз ашқасын деп отырсың ба албасты? Одан да бетек айттым, все, точка, бітті. Көрші анау, Есенгелдіге түкіртіп алайық, все. Содан кейін артынан бір тауық сойып той жасай жібереміз. Көрші Есенгелді қоя тұрсың. Қоя тұрсың Есенгелдіні. Болмаса Клинтон ұнамаса, но жақын жерден Борис Ельцинге түкіртейік. Боевик президент болады, кейін баламыз дәу здоровый. Ақымақ сорлы. Ельцинде түкіріп бар деп кім айтты саған? Түкіргі қайда кетті? Шайтан ішіп кетіп ма? Шайтан ішпесе көрмейсің ба? Еріне жабысып, тілі таңдайына жабысып, зорға сөйлеп тұрады албасты. Бір сағат сөйлемі, деп аузынан шаң шығып. Арақ ішкеннен кейін запивать етіп түкірдің бәрін ішіп қойған албасты. Сол ертеңге тартса жетсетіп отырсың ба ертең? Кім көргенмен соғысып біреудің басын жарып, біреудің көзін шығарып жүрмек шығып албасты. Қайда қарайтып отыр. Айттым біттім, Есенгелді түкіртеді, все. Аяқ десе аяқ қой, май, қол десе қол, нағыз еркек қой. Немене Есенгелдің аяқ қол дей бересің сен осы? Немене Есенгелді? Немене Есенгелді? Сен Есенгелдіге ұқсап ал бірінші. О, Есенгелді қоя тұр одан. Бір мен ғана депутат ағам бар ғой, Кәдірбек деген. Соған түкіртейік, баламыз депутат болып, елдің елеулісі, халықтың қалаулысы болып, ертең парламентте отырса Астанада. Қандай қуаныш қой. Сол депутат ағаң не бітіріп жатыр қазір барып? Албас соларды ұйықсағанбайды ғой деймін тегі. Ұйықтайды отырады, аузынан су ағып.
депутаттыққа өтерде қатырам, қырам, жоям, аспаннан алтын жаудырам деп қояды. Атасының басы қайыр жауған алтын. Жоқ енді. Аспаннан тек қана протон құлап жатыр. Обалымыз ба Қарағандының үстінен протон өшіретпен құлап жатыр ғой. Қатырса қатырмай ма? Халықтың қамын өлем деп қатырамыз деп қояды. Жарысып ұйықтайды албасылар. Түскеруден бір конкурс болып отқандай. Айттым бітті, нағыз депутат болатын ау, Есенгелді ғой. Жоқ, Сен оны сөйлей бермеш албасылар. Немене Есенгелді? Есенгелдіге қарамайсыз ба? Есенгелді оқымай қалған просто. Нағыз депутат болатын адам сол. Айттым бітті, Есенгелді түкірді. Немене Есенгелді демедің сен? Есенгелді бастады, 15 жыл болды. Немене Есенгелді албасты? Аттың асын ішіп, қайқардың тірлігін жасайсың. Шелектеп ішіп, шегірткенің айғырындайсың әлі күнге дейін. Кішкенің бойыңа дармағыр сұмырай. Адам қанын қарайтады ғой. Қарамашы, қарама! Бергел, коман. Айттым сен Есенгелді түкірді. Жоқ, Есенгелді болмаса да, менің анау әртіс жиенім бар, әртістерге түкірдейік. Әртіс жиенім бар анау тамашада Сағи деген мұртты. Қандай керемет әртіс болады баламыз, елдің еркесі, өнердің серкесі болып. Иә, өнердің серкесі болып қатырады. Әртісті байым бар деме, ешкіні малым бар деме деген. Сорлардың сығарға бейті, үрерге иті жоқ. Өмір төрттің көлектің үстін өтеді өмір бақи. Әйелді қолғапша ауыстырып, міне ойпырмай, Есенгелдіге қараш, сен бергеші. Ой, сымыры сүмсек тұрсын, қараш қалбасын. Есенгелдіге үйренсең болады ғой, жақсылықты. Өткен әрі Қазанбас Қуаныштың тойына барғанда. Көршілердің аттан бізге сөз бергенде, саған бергенде, ой, албасты, ой, ханымды қарайтады ғой. Аузыңа сөзің үстіңнен бөзің түсіп. Сүмірейді! Бай емес, балшық. Сен Есенгелдіден үйренбейсің бе? Есенгелдіге сөз бергенде қалай сөйледі? Тұрып алып әдемі сөздерді айтты, одан кейін мен келіншектердің арасында отырғанда анау сұлуым ай сұлуым деген өлең бар ғой. Сұлуым ай сұлуым деген сұлуым ай сұлуым деп қолын көтеріп қалғанда мен тура маған айтқандай болып ойпырмай осы. Өнек ойым бір түрлі болып, буын босап үстелге отыра кеттім ғой. Сонда әйелдің бәрі іші жарылып кете жаздады қызғаныштан. Қандай керемет өтеді, Есенгелдіге түкіртеміз. Нағыз әртіс, ойпырмай, сөзі қандай, әні қандай. Еркек қой, аяқ десе аяқ, қол десе қол. Есенгелді немене саған қарап айта береді өлеңді олса? Немене Есенгелді демеді? Енді кімге қарап айтты, сағына қарап айта алмас. Немене Есенгелді ұқсап ал деп отыр ма саған? Өткенде мен анау түнгі сағат 3-те, сен білмейсің қалды, ұйқыдан басқа ештеңе білмейді. Тұрып, далаға шығып келе қояйын деп шығсам, Есенгелді түнгі сағат 3:30-да жұмыс жасап отыр ғой. Қорасын жөндеп, ана біздің қораның шибірі сынып қалды ғой, соны албасты бір ай еттім, жөнде деп. Шибір жоқ деп, шибірдің астында қалған албасты. Сол шибірді өзің шибірін әкеп, біздің ана қораны жамап қойыпты. Содан кейін Есенгелді айналайын шаршап қалдым ба деп бір кесе айран апарып беріп, екеуміз таңғы сағат 8-ге дейін қора ішінде сөйлесіп отырып қалдық Есенгелді. Сөйлесі қандай майды ойпырмай, анамның. Сен қалай Есенгелдімен қалай сен сөйлесе бересің таңғы сағат 8-ге шейін? Сен Есенгелді түкірмейді, болды. Айттым, бітті болды, Есенгелді түкірмейді. Менің ана хирург ағам түкіреді, Асылбек деген хирург ағам айтам, болды, сол түкіреді. Хирург болады, баламыз врач болады, болды. Аққаласта Абзалжан болады, врач болып. Сол Асылбекті маған айтпашы, осы туысқандардың маған айтпашы маған осы. Бойынан тарақан жүріп өткендей болады сен туысқандардың айтсаң. Сол Асылбекке саған ана хирург ағаңа барғанда не деді саған? Сен соқыршекпін деп бардың. Ол сенің асқазаның жарты сады албасты. Мынаның асқазаны ауырады деп қояды, соқыршекпен асқазанды ауыстырамайды. Диплом сатып алған. Үйіне барсаң ойбай, біздің үйде дәрі-дәрмек жоқ, больницасына барсаң орын жоқ деп масқарағын. Нағыз мына кімге түсіреміз? Айттым бітті, Есенгелдіге түкіртеміз. Нағыз хирург, нағыз кардиолог, нағыз гинеколог, нағыз массажист қой Есенгелді. Қайдағы ол хирург, қайдағы кардиолог ол, қайдағы гинеколог? Ол тракторист қой Есенгелді, тракторист қой ол. Сен кімсің? Мен... Как все нормальные люди безработные, да? Да. Бәле, да. Есенгелді түкірмейді, өзім түкірем, ешкім түкірмейді, өзім түкірем, түкіргім таусыл қанша өзім түкірем, Есенгелді өмір түкірмейді, өзім түкірем, бітті, өзім түкірем, азеп қарамайды. Далбалақтаған сорлы. Түкір қанша түкірсек де бесполезно. Есенгелді оған давно түкіріп қойған.